Сәлем достар, мен Шолпондысына бүгін сіздермен біргемін. Сіздерге ауыз қуысындағы астың қалай қорытылатындығын түсіндіретін болам. Және келесі видеода сіздерде ауыз қуысы арқылы кеткен тамақ қалай жүреді, ағзада қалай сіңеді, қай жерде көмірсулар, майлар, нәруыздар қандай заттарға дейін ыдыраған кезде сіңе алатындығын түсіндіретін болам. Олай болса, менің каналымнан алыстамаңыздар. Мен сіздермен біргемін. Ас қорыту ауыздан басталады. Ауызға келіп түскен тағам мұнда 15-30 секундтай кідіреді. Осы уақыттың ішінде тағам ас кесегі шайналып, ұзартылады, сілекеймен шыланып жұмсарады. Астың дәмі, физикалық қасиеттері туралы мағлұмат алынады. Көмірсулы заттар, көмірсулар ыдырай бастайды. Ұзартылған ас кесегі сілекейге шыланып, шырышпен қапталып, тілдің түбіріне қарай жылжиды да жұтқын жаққа қарай бет алады. Ауызда тек механикалық ғана емес, химиялық процесс жүретінін білу керексіздер. Ауыз қуысындағы негізгі заттар және оның маңызды рөлі ол амилазадан басталады. Ол фермент сілекей бездерінен бөлінеді. Крахмалды мальтозаға дейін ыдыратады. Бұл ас қорыту процесіне тікелей қатысатын маңызды химиялық зат болып табылады. Сілекей құрамында органикалық заттар альбумин, глобулин сияқты нәруыздар, муцин, гликопротеидтер, ферменттер биорганикалық заттардан 2-3 есе көп. Онда сондай-ақ амин қышқылы, мочевина, несеп қышқылы, креатинин, аз мөлшерде креатинин қалдықтары бар. Бұлар нәруыз алмасуы кезінде пайда болатын заттар. Сілекейге қаннан өтеді. Сілекейдегі әрбір қалдық заттардың мөлшері қандағы концентрациясына байланысты. Ондағы негізгі фермент альфа-амилаза. Амилаза сәл сілтілік жерде полисахаридтерді, яғни крахмал мен гликогенді декстрон сатысынан дисахарид сатысына дейін мальтоза, лактоза, фруктоза, сахарозаға дейін ыдыратады. Кейбір болжамдарға қарағанда, сілекейде мальтозаны 2 молекулалы глюкозаға дейін ыдырататын мальтаза ферменті де бар деген тұжырым бар. Ауызда муцин деп аталатын гликопротеид бар. Гликопротеид ол нәруыздар. Шырышты, сілтілі зат, ол шайналып ұсақталған ас кесегін жұмсартып, шырышпен қоршайды. Жұтқыншақты ауыртпайтындай сырғанақ күйге келтіреді. Оның өңешке қарай жылжуын жеңілдетеді. Ас қорыту өте күрделі процесс. Ол алдымен физикалық жолмен өңделеді, кейін химиялық реакцияға түсіп, қорытылып, денеге сіңетін сатыға жетеді. Бұл арқылы біз адам эволюциясындағы өзгерістердің бар екендігін білеміз. Жалпы сілекей құрамында микроорганизмдерді өлтіретін лизоцим ферменті болады. Лизоцим әсіресе ит пен мысық сілекейінде көбірек болады. Сондықтан олар жарасын жалап, дертінен тез айығып кетеді. Адам сілекейінде лизоцим өте аз, ал ауызында сапрофиттер көп. Қолайсыз жағдайда олар зиянды зат микробтарға айналып, ауру тудыруы әбден мүмкін. Ауыздағы тағамның қорытылуы сілекей бездеріне байланысты. Сілекей бездерінде парасимпатикалық және симпатикалық жүйкелер тарамданған. Парасимпатикалық жүйкенің бірінші нейрондарында сопақша мида, оның сілекей шығару орталығында орналасқан. Парасимпатикалық жүйке талшықтары жақ, тіл асты және шықшыт бездеріне дейін
құлақ шеке жүйкелеріне ілесіп сілекей бездеріне жетеді. Симпатикалық жүйкенің бірінші нейрондары жұлынның көкірек бөлімінде, оның екінші, төртінші сегменттерінің бүйір мүйізінде орналасқан. Ал сілекейдің бөлінуі негізінен рефлекстік жолмен шығады. Ол шартты, шартсыз рефлекстер арқылы сілекей шығару болып жіктеледі. Егер сіздер осы жүйке жүйесі тұрғысынан бұл процесс қалай жүзеге асатындығын білгіңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, ары қарай өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.